Sayın dostlar, sizlerle Ramazan günü dostlar bana tintiler жаратын бұл. Және де видеомызға кеттік. Достар, шашы қалқалы. Бөлінген қаржы ешкімге қажеті жоқ буклеттер мен қағаз материалдарға жұмсайсыздар. Біздің мақсатты тобымыз жастар, балалар мен олардың денсаулықтарын нығайта түсуіміз керек. Олар қазір түрлі ақпарат көздерін пайдаланады. Ал сіздерде сол баяғы буклеттер. Және достар, атылатыр. Бом достар, ұшып көттік. Осы достар, мен 5 сағат салдым осы тинкаларды. Ой, шуатыр жаман, шуатыр қатып атыр деген. Ой, жаман қатып достар. Достар, лайк басамыз. Емақұн атыр. Міне мынандай олды. Бұған қалай лайк баспаймыз достар. Аяқ әлі атылатыр. Аяққа дейір. Мемлекеттік қызметтің орналасудың жаңа мүмкіндіктері, мемлекеттік қызметкер саналған Достар, жаңа күшті. үміткерлер бір жерде бүкіл шаруасын бітіріп кете алады. Бұл жерде халыққа қызмет көрсету орталығы, арнайы мониторинг тобынан қоғамдық қабылдау бөлмесі, мемлекеттік қызметке үміткерлердің бүкіл Қазақстанда директоры шоғырланған, көшет мемлекеттік қызметкерлерге арналған қызмет көрсету орталығы белгілі кадр мәселесін реттеп отырмақ. Жалпы азаматтарға мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік қызмет алу бағыты бойынша қызмет көрсетеді. Және азаматтардың кез келген мемлекеттік органға қатысты талап-арыздары, өтініштерін қабылдап, оны қарастыруға, бақылауға агенттікке жолдап отырады. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысының Жезқазған қаласында кезегі жеткен тұрғындарға жер телімдері үлестіріліп жатыр. Мәселен, 2006 жылдан бері жезқазғандықтарға үй салу мақсатында жер телімдері берілмеген. Былтырдан бастап жерге қол жеткізе бастады. Қазір келді шаһардың бас аумағынан жылдап кезегі өткен азаматтарға инфрақұрылымы дайын жер телімдері үлестіріліп жатыр. Бұған әріптесім Руслан Нұрманұлы көз жеткізіп келді. Қаланың бұзақ көзінше ықшам ауданындағы бұл аумақ кезінде жапан дала болатын. Мінекей соңғы 2 жылда инженердің инфрақұрылымын тартып, тұрғындарға жер телімдері беріле бастады. Көптен күткен жерге қол жеткізгендердің бірі Гүлзада Шумаева. Кезекте тұрғанда 10 жылдан асып кеткен. Отбасы үлкен 3 бала тәрбиелеп отыр. Ата енесімен бірге тұрады. Сол себепті мемлекеттіктер жер алып үй салуды армандайтын. Міне бүгін мамандар оған тиісті жерді көрсетті. Ай, достар, жарып. Короче, достар, сіздермен болған Рамазан. Давай. Сен болған Рамазан екен видеосы. Басымыздан атыр келеміз. Жаңағы нені көрдіңіздер қалай жарылған. Бұлай жарылған. Жима ғой достар. Маяқ қараш көткен ба не? Мантын жарылады. Короче, достар, лайк басымыздан атыр келеміз. Короче, солай тіркелім болса келеміз. Тіркелі
Короче, достар, сіздермен болған кейін Рамазан. Егер видеоңызға лайк бассаңыздар тіркелеміз. Короче, достар, сау болыңыздар деймін. Короче, достар, сау болыңыздар.